Сәлеметсіңдер ме балалар? 79 сабақ 3-ке көбейту кестесі. Сен санды 3-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің. Бірінші есеп, суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгі 3 қосу 3 тең болады 3 пен 3-дің көбейтіндісі 9. 4 қосу 4, 4 қосу тең 4 пен 3-дің көбейтіндісі тең болады 12. Бізге енді 5-тен 9-ға дейінгі сандарды жазуды беріп отыр. Үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін табуымыз қажет. Енді біз 5-ті жазатын болсақ, 5 қосу 5 тең болады 5-тің 3 рет көбейтіндісі 15. 6-ны 3 рет қосамыз, 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18. 7-ні қосамыз 3 рет. Сонда 7-ның 3 рет көбейтіндісі 21. 8-ді қосамыз 3 рет. 8-дің 3 рет көбейтіндісі бізде 24. 9-ды 3 рет қосамыз. 9-дің 3 рет көбейтіндісі 27. Міне балалар, осылай орындалады. Әрі қарай санды 3-ке көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен. Есінде сақта, 3 пен 3-дің көбейтіндісі 9, 4 пен 3-дің көбейтіндісі 12, 5 пен 3-дің көбейтіндісі 15, 6 пен 3-дің көбейтіндісі 18, 7 пен 3-дің көбейтіндісі 21, 8 пен 3-дің көбейтіндісі 24, 9 пен 3-дің көбейтіндісі 27, 5 пен 3-дің көбейтіндісі 15, санды 3-ке көбейту кестесі бойынша 3 пен 5-дің көбейтіндісі 5 пен 3-дің көбейтіндісі 15 көбейтудің ауыстырымдық қасиеті бойынша қолдана аламыз. 15 пен 5-дің бөліндісі 3 және 15 пен 3-дің бөліндісі 5. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Осыны есте сақтап, қолдана білуіміз қажет. Үшінші есеп, санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Бізде 3 саны берілген, мына жерде бос яшық тұр. Яғни 3 пен 4-ті көбейтеміз. 3 пен 4-дің көбейтіндісі 12. 3 пен 5-дің көбейтіндісі 15. Міне, жақсылап түсінікті болу үшін әрқайсысын жеке-жеке көбейтіп шығамыз. 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18. 3 пен 7-ның көбейтіндісі 21. 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24. 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27. Ал енді өзара кері амал ол бөлу. Мына жерде бос яшыққа бірінші 9-ды қоямыз. Осы жоғарыдағы сандардың барлығы 3-ке бөліп шығамыз. 9 пен 3-дің бөліндісі 3, 12 пен 3-дің бөліндісі 4, 15 пен 3-дің бөліндісі 5, 18 мен 3-дің бөліндісі 6, 21 мен 3-дің бөліндісі 7, 24 мен 3-дің бөліндісі 8, 27 мен 3-дің бөліндісі 9. Келесі біздің есебіміз 4-ші есеп. Мысалдарды шығар. 20 көбейту 3 тең 2 ондық көбейту 3 тең 6 ондық тең болады 60. 600 бөлу 3 тең 600-дік бөлу 3 тең 200-дік және тең болады 200. Бізге 4 есеп берілген, яғни 30-ды көбейтеміз 3-ке 3 ондық көбейту 3, 3 ондық көбейту 3 бізде жазбаша түрде жазды, ондық түрінде жаздық. Енді бұл 3 пен 3-дің көбейтіндісі 9 болады. Сонда 9 ондық болады. 9 ондығымыз 90 болады. 90. 900 бөлу 3, 900-дікті, 100-дікті бөлеміз 3-ке, 3, 100-дік тең болады 300. 30 дециметрді көбейтеміз 3-ке, 90 дециметр. 90 килограммды бөлеміз 3-ке,
30 килограмм. Бесінші есепті шығар дейді. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты? Әр топта 5 баладан. Топ саны белгісіз 15 бала. Сонда біз 15-ті бөлеміз 5-ке 3 болады. Сонда жарысқа 3 топ қатысты. Жарысқа 3 топ қатысты. Алтыншы есеп. Мысалдарды шығар дейді. 36 мен 46-ның көбейтіндісі, жауабын дайын жазып кетейік. Көбейтіндісі 82. 23 пен 77-ның қосындысы 100. 63 пен 47-ның айырмасы 16. 92 мен 56-ның айырмасы 36. 9 мен 2-ның көбейтіндісі 18. 6 мен 2-ның бөліндісі 3. 18 мен 3-дің бөліндісі 6. 21 мен 3-дің бөліндісі 7. Ал енді 7-ші есепте бізде салыстырдық. 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6. 12 мен 3-дің бөліндісі 4. Сонда 4-тен 6 артық. 6 мен 3-дің көбейтіндісі 18. 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18. 18 пен 18 тең. 14 пен 2-ның бөліндісі 7. 9 пен 3-дің бөліндісі 3. Сонда есеп 3-тен 7 артық. Көбейту. Теңдеу. 8-ші есеп теңдеуді шештік. X қосу 47 тең 91. Бізде белгісіз санды табу үшін 91 мен 47-ні азайтамыз. X-тен 44. 44 пен 47-ні қосамыз. 91. 91 тең 91. Келесі теңдеу 53 азайту Y-тен 27. Белгісіз санды табу жазамыз. 53 бүтен 27-ні азайтамыз. Y-тен 26. 53 азайту 26 тең 27. 27 тең 27. Келесі бізде соңғы есебіміз. Соңғы емес 9-шы есебіміз. Өрнектердің мәнін тап. 7 мен 3-дің көбейтіндісі 21. 300 пен 3-дің көбейтіндісі 900. Көбейтпес бұрын балалар оңай тәсілі 3 пен 3-ті көбейтсек 9, 2 нөлді тіркей саламыз. 15 пен 3-дің бөліндісі 5. 90 мен 3-дің бөліндісі 30. 4 пен 3-дің көбейтіндісі 12. 100 килограмм мен 3-дің көбейтіндісі, яғни 1 мен 3-ті көбейтіп алсақ бізде 3, оған 2 нөл тіркейміз, 300 килограмм болады. 24 пен 3-дің бөліндісі 8. 30 сантиметр мен 3-дің бөліндісі 3 пен 3-ті бөлсек бізде 1, нөлді тіркейміз, сонда 10 сантиметр. 10-шы есеп. Кім жылдам 0 санынан бастап 3-3-тен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір 3-ші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы ойыңмен бөліс. Бізде 0 қосу 3-тен қосып отырамыз. Яғни 0 қосу 3 тең болады 3. Ол А саны. 3-ке
3-ке 3-ті қосамыз, тең 6. Яғни 6-да міне, 6 санында міне у әрпі тұр. Осылай турасына жазамыз. У әрпі тұр. 6-ға енді жауабына міне қосамыз 3-ті, 9. 9-ға балалар т әрпі тұр. 9-ға 3-ті қосамыз 12. Ол а әрпі тұр. 12-ге 3-ті қосамыз 15. 15-те р әрпі тұр. 15-ге қосамыз 3-ті, тең болады 18. 18-те бізде әрпі тұр. 18-ге тағы да 3-ті қосамыз 21. т әрпі тұр. 21-ге қосамыз 3-ті 24. 24-те п әрпі тұр. 24-ге қосамыз 3-ті 27. а әрпі тұр. 27-ге 3-ті қосамыз 30. қ әрпі тұр. Сонда бұл жерде шыққан сөз аударыспақ деген сөз құрастыруға болады. Аударыспақ. Аударыспақ деген сөз құрастырдық. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.